Біз мектепте математика сабағы басталайын деп жатыр. И сөйтіп бізге завуч кіріп келеді ғой бүйтіп. Бүгіннен бастап сендерге математикадан жаңа мұғалім келді. Дейді да, жаңа мұғалім кіреді, бүйтіп математика. Қош келдіңдер балалар. Қош келдіңдер, андай бүйтіп отырамыз. И жаңағы Бека бірден мұғалімге көрінгісі келіп бүйтіп андай, Мишка, деп андай сразу любимчигі болып алғысы келіп тұр ғой. Сөйтіп, ладно деп Бека тақтаға шығады да андай бүйтіп, кімнен екісі бірдеңе деп әркімнен көшіріп, деп андай хитрыйлығы көрініп тұр, бүйтіп қалтасынан шпор шығып, бірдеңе деп сөйтіп жазады да, и мұғалім айтады да, отыр 5 дейді. Бека бізге қарап, білмейсіңдер сендер мұғаліммен қалай сөйлесуді, вау деп бүйтіп отырады. Артынан мен шығам. Сөйтіп аңсаған шығам, бүйтіп жазам, есептерді бүйтіп жазам да, аңсаған отыр 8 дейді. Мен ойладым, 2-4 алдым ба? Или 1-5, 1-3 алдым ба? Или 2-ні 4 рет алдым ба мен? Или 8 баға қойды садына, не істедім? 8 деймін, деймін, нормально, 5-тен көп қой. Нормально деймін да, орныма барып отырамын. Менен кейін біздің класстың отличница шығады да, тұқ, XP дейді да, отыр 10 дейді оған. Нешеге дейін барамыз біз бүгін? Отыр 10 дейді. Сөйтіп, айтпақшы балалар, мен сендерге айтып кетейін, менде жаңадан бағалау шкаласы 5-тен 10-ға дейін дейміз. Сөйтіп бәріміз Бека қараймыз ғой. Қалайсың, жынма, 5-ің құтты болсын деп тұр. Мұндай күшті сұрай болған.